Құрметті менің гүлсүйгіш достарым, міне енді мына шифлера гүлін көрсеткім келіп тұр. Шифлера гүлі деген андай жапырақтарынан алақаннан да үлкен даже. Неше сантиметр болады, даже линейка алып өйтпеппін. Енді басқа тартады деп айта алмаймын, орамал сияқты, но үлкен. Осындай болып новойдан жапырақ береді, естіп өсе береді, үлкен болады жапырағы. Жалпақ шифлераның бір түрі дейді. Осыны әуелде алғанда кішкентай болып еді, осы 3 жылдай ма 4 жылдай 3 жылдай сияқты осы өсіп келе жатыр. Енді бұның күтімі уақытында су құям, постоянно құя бермеймін. Топырағы құрғағанда барып құям, саусағыммен қарап, топырағы құрғағанда құям. Сосын пульверизатормен су шашам. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, міне жапырақтарының ұшында ешқандай қураған, я бір неткен ештеңе жоқ, зараженный емес, бәрі таза. Себебі бұл кішкене барлық гүлде сондай ғой, ылғалдылық жақсы көреді. Ылғалдылық, мына кеше айттым, мынандай пульверизатор, су шашатын Фаберликтің пульверизаторменен. Бұл енді кішкене андай жақсы да, андай мелкий шашатыны өте шылқытып андайып шашпайды. Су шашатын пульверизаторы жақсы. Осымен шашып қоям, каждый гүлдің қасына мен қойып қоям. Сол өзі қасынан тек шашып, былай өтіп батсам да шашып кетем, былай өтіп батсам да шашып кетем. Су шашып, әлсін өйстіп жасап тұрам. Суын құям, удобрениесін берем. Қазір енді көктемде бұлар жайлап уже қозғалады. Көктемде енді барлық гүлдерде уже жайлап бүршіктерін етіп қозғала бастайды ғой, уже көктемде бұлар сезеді. Енді қыс бойы мен бұған көп ештеңе бергенім жоқ. Қыс бойы осылай отырды, бірақ новый жапырақтар беріп жатыр. Міне новый жапырағын көріп тұрсыздар, мына жерде жылтырап көрініп тұр, мына жерде міне кішкентай көрініп тұр. Осы жерде тағы да бергісі келіп жатыр, міне мына жерде міне тағы да жапырақ берейін деп шығып жатыр. Енді сондай бір үлкен крупный гүл, әдемі, жақсы. Сіздер де өсіріңіздер, ешқандай қиындығы жоқ. Пока бұл гүлдің ауруларымен кездескен жоқпын. Кездесіп жатсам, оны да сіздерге айтамын. Осындай болды деп. Енді пока бұл гүлге ауру түскен жоқ. Түспей ақ қойсын, енді Құдай сақтасын. Ол да жақсы емес. Оны емдеп алу да, кейде ол емделеді, кейде гүліміз уже пропадать етіп кетіп жатырады. Емдей алмасақ, өліп те кетіп жатады. Даже жалко иногда. Міне осындай керемет гүл шифлера деген. Өте үлкен ірі. Күтімінде ешқандай қиындық жоқ. Жарық жерде тұрады. Мен даже бұны терезенің алдына қойған жоқпын. Залда осылай тұр. Светтің жарығы, терезеден түскен жарық бұған келіп тұр. Мен бұны күннің көзіне де қойған жоқпын. Даже 2-3 жылдай болып қалды ғой. Күннің көзіне де қойған жоқпын. Даже терезенің алдына осылай комнатта тұр, үлкен залда. Су шашып кетем, болды. Басқа ештеңе істемеймін, су құям. Енді удобрение берем ғой, ертең көктемге қарай, уже көктем келсін, сол кезде де удобрение берем. Биылша топырағын ауыстырмаймын. Былтыр отырғыздым тек үлкен горшокке, биыл ауыстырмаймын. Енді гүлдің мәселесі жөнінде көп білем деп айтпаймын, енді үйретіп жатыр деп ойламаңыздар. Мен де сіздерден үйреніп, мен де өзімнің опытыммен бөлісіп, сіздерге көрсетіп жасап жатырмын. Енді жасағанымды көрсетіп жатырмын. Пайдасы тиіп жатса мен қуаныштымын. Енді көп затты мен де сіздерден үйреніп жатырмын. Өйстіп, көш жүре бара түзеледі дейді. Аман болайық, заман тыныш болсын. Сау саламатта болыңыздар. Пока-пока.